Болмаса көп адамдар сағатты сол қолына тағады, иә? Иә. Неге? Неге дейсің бе? Білесің бе, қол сағаттарын екінің бірі тағады. Бірақ неліктен оларды дәл сол қолымызда тағатымызды бәрі біле бермейді. Негізінде қол сағаттары алғаш рет 15 ғасырда пайда болған. Адамдардың көбісі көп жұмысты оң қолмен атқаратындықтан, сағатқа нұқсан келмеу үшін өндірушілер сағатты соған ыңғайлап, сол қолға тағатын қылып шығарды. Оған қоса алғашқы сағаттарды бұрап тұру қажет болған, ал ол тетік оң жақта орналасқан. Бұл да сағатты сол қолға тағуға бір септігін тигізген болса керек. Қазіргі сағаттар бірауды қажет етпейді, ал сағатты сол қолға тағу жай ғана қалыптасып кеткен дәстүр екен. Сол себепті қазіргі таңда адамдар сағатты қай қолға тақса да өз еркінде, қатып қалған заңдылық жоқ. Нет, не миг. Ай, ұстады. Ай, Қарының сұрақ қоя? Неге? Неге дейсің бе? Білесің бе, қар ұшқыны деген қатып қалған су, яғни кішкентай қар түйіршіктері, ал мұздың түсі мөлдір. Бұл дегеніміз мөлдір мұз арқылы барлық күн сәулелері өтеді деген сөз. Оған қоса әрбір қар түйіршігінің де түсі мөлдір. Олай болса, қар неге бізге ақ болып көрінеді? Оның сыры мынада екен. Қардың ақ түсті болуы оған түсетін күн сәулесінің ақ түсті болуында екен. Егер де күн сәулесі сары немесе қызыл түсті болғанда, онда қардың да түсі сары немесе қызыл түсті болар еді. Күн шыққанда не батқанда күннің сәулелері бізге күлгін түсті болып көрінеді. Сол кезде қардың түсі де күлгін болады екен. Ақылды достарым, сендер Негетай бағдарламасының ойлан тап атты айдарынан күнделікті өмірде қолданып жүрген заттарымыздың басқа да қырлары бар екенін көресіңдер. Сөйтіп, ғажайып көріністерге куә боласыңдар. Бір қызығы, бұл қызықты тәжірибелерді өздерің жасайсыңдар. Бірақ оның құпиясында өздерің ойлап тапқандарың абзал. Таптым. Қағазды шерткенімізде жұмыртқа стақанның жанына құламай дәл ішіне түсті. Неге?